Қайырлы кеш, жұлдыз болғым келеді бағдарламасының көрермендері. Сіздермен бірге мен жүргізуші Шалынбай Назым. Бүгін бізде қонақта Темірхан Амина Өскенқызы. Амина, өзіңді тағы да толық таныстыра өтсең. Менің атым Амина, жасым 9-да, фамилиям Темірхан Өскенқызы. Өскенқызы. Амина, қай мектепте оқисың? 4-ші бастауыш мектебінде оқимын. Қазіргі таңда 9-шы сынып оқушылары қанша оқып жатыр? 9 жасар қыздар дәл қазіргі таңда қанша оқып жатыр? 4 оқып жатсың. Келесі жылы басқа мектепке ауысады екенсің, иә? Қай мектепке ауысу ойыңда бар? Жангелдин. Енді сені бұл жерге әнші деп шақырыпты. Жалпы әнмен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды? 1,5 жыл. Бұл өнер саған кім арқылы келді? Анаң немесе әкең арқылы? Екеуінен де. Үйде екеуі де ән айтады. Өте керемет. Үйде қанша бала шағасыңдар? Қанша ағаң, әпкең, іні бауырларың бар? 7 ағайынбыз, 5 қыз, 2 бала. Үйдің нешіншісің? Үшіншісің. Яғни ортаншысы. Бізге әкең жайлы, анаң жайлы айтып өтсең. Менің анам ең керемет ана, әкем де ең жақсы адам. Сен үшін қандай бір үлкен керемет істер істеп жатыр, сенің ойыңша? Менің ойымша, менің бәр айтқан нәрсемді алып беріп жатыр. Мені дүниеге алып келді. Ең бастысы сол, иә? Соның бәріне рахмет айтамын. Аминаның ата-анасына біздің осы жобадан үлкен сәлем деп қой. Енді 4-ші бастауыш мектебінде өзіңнің құрбыларың, достарың бар шығар, иә? Есімдері кім? Айша, Дария, Жания, Айым. Жақын құрбыларың. Сырласасың, иә? Ол достар немен айналысады? Сен сияқты ән айта ма, әлде? Ән айтады, билейді, мен сияқты. Жалпы өнерлілер, иә? Сен осы өлең айту жолында бір сабақтар, курс дейді, вокал дейді, қатысқансың ба? Иә. Қазақ тілден. Қазақ тілден үйірме ма? Иә. Олимпиадаға қатысқан. Олимпиада? Иә. Молодец, өте керемет. Бұл жерде не болды? Өлең айттың ба? Мәнерлеп оқыдың ба? Мәнерлеп оқыдым, жаздым, сынақ жаздым. Содан бірінші орын алғам. Бірінші орын, молодец, керемет. Енді әннен бөлек өзіңде қандай өнерлерің бар? Мүмкін спорттан жақсысың? Спорттан жақсымын, волейболдан жақсымын. Волейбол ойнайсыңдар ма? Басқа да өнерлерім бар. Енді өзің сынып жетекшің жайлы айт, бізге көбірек информация айта берсең болады. Менің сынып жетекшім Сайдаева Роза. Маған білім береді, мен оны қатты жақсы көремін. Және мың алғыс айтамын. Роза апайы, сізге үлкен алғыс, осындай керемет оқушыны тәрбиелеп, өте керемет, ешқандай қорықпай, осындай жерге келіп, өзінің ойын айтып отқан өзі. 9 жасар кішкентай қызға ол үлкен нәтиже, жеңіс деп білеміз. Амина, сен жайлы біз біраз информация жинадық. Сен шахматқа қатысасың, еще волейбол ма? Иә, волейбол. Одан қоса биге де қатысады екенсің. Жалпы өнердегі Амина сабаққа қалай үлгереді ме? Иә, үлгеремін. Құрмет тақтасында тұрамын, ілініп. Құрмет тақтасы деген өңшең 5-ке оқитындар тұратын, иә? Өте керемет, күшті. Барлығына қалай уақыт табасың? Барлығына бос кезінде сабағымды оқимын, үй жинаймын, өлең айтамын, билеймін, соған бәріне үлгеруге тырысасың, иә? Енді шахматқа қатысады екенсің, ол сенің бір хоббиің деп білеміз, иә? Ол үйірме, иә? Дұрыс па, үйірме, иә? Өздерінің мектептерінде ма? Енді шахматтан жарыстарға қатыстың ба? Әлі қатысқан жоқпын, енді қатысып жатырмын. Шахматқа қатысатындар математикадан үздік болады, иә? Сенде қалай математика сабағың? Маған математика сабағы ұнайды, 5 аламын математикадан есеп шығарып. Сол математика сабағы ұнайды. Енді биге де қатысады деді. Би немесе ән десе қайсысын таңдар едің?
Екеуін де таңдар. Біреуіне таңдау келген кезде әнді таңдайсың ба? Екеуін де таңдар. Екеуін де қатар алып жүремін десе. Енді әншілер бар, мысалы биді де әнді де қатар алып ән айтып жатып билейтін сондай бір әншілерден қайсысын жақсы көресің? Өзіңнің бір кумир ма, сендердің тілдеріңмен кумирлерің болады ғой, дұрыс па? Кумир дейді, иә? Баян Сұлу. Баян Сұлу қазіргі таңда хит болып жүрген, иә, өте керемет. Тағы Садрадин. Арманың сол кісілер сияқты әнші, танымал болу, иә. Амина, сенде ата анаңа ерке қыз деп естідік, өте қатты еркелейді екенсің. Еркелікпен қатар бұзықтықтарың бар ма үйде? Бұзықсың ба жалпы? Бұзық емессің, иә? Ата анаң не деп еркелетеді? Амина үшін деп еркелетеді. Аминка, витаминка деп еркелетеді. Балапаным деп еркелетеді. Енді сені шақырар кезде біз осы арыстағы өнерлердің қатарынан жаңағыдай іздестірген болатынбыз. Сол кезде мектебіндегі көпшілігі сен ұсынды. Сол ұсынғандарына қарағанда мектепте былай айтқанда активистка екенсің, иә? Көп нәрселерге қатысасың. Жалпы мектепте не болады, сен жібере беретін сияқты, иә? Біз сұраған болатынбыз, кім жақсы осындай бір оқушы керек деген кезде біздің Амина қызы мектеп ұсынған болатын. Сол себепті шақырдық. Енді Амина, алдағы уақытта кімдермен жолыққың келеді? Қандай әншілермен, немесе қандай бишілермен жолыққың келеді? Садрадинмен, Төреғали Төрәлі, Баян Сұлу, көп әншілермен кездескім келеді. Құдай қаласа солармен бірдей дәрежеде жетуіңе тілектеспіз. Және де Арыстың атын шығаратын сондай бір дәрежеге жетсең, сендер үшін біз қуаныштымыз. Қуанып та отырамыз, қолдап та отырамыз. Енді алдағы уақытта осы 1-2 жылда қандай армандарың бар? Ата-анама үй алып беру, Меккеге апару, ата-анам аман болса болды ма? Болашақта, иә. Қазір ең басты ата-анаң аман болса болды, иә. 1-2 жылдың ішінде қолыңнан не келеді, не істей аламын деп ойлайсың? Мүмкін өзің әншілігіңді дамытасың, мүмкін басқа. 1-2 жылдың ішінде қолыңнан не келеді, не жасай аламын деп ойлайсың? Сурет сала аламын, құмыра жасай аламын. Құмыра жасай аласың, иә? Иә. Амина, қазір енді қандай ұлы тұлғаларды жақсы құрметтейсің, танисың? Абай Құнанбайұлы, Әйтеке би, Төле би, Қазбек би, Мұқағали Мақатаев. Сол кісілер жайлы, иә? Абай Құнанбайұлы жайлы не білесің? Абай Құнанбайұлының 6 қара сөзін білемін. Қара сөз? Бізге айтып берші. Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын қырмай маздем не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік емес. Маңды беріп отырсаң атасы, басқа діні, басқа күні, басқалар да жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім неспесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәрезейді. Не түсін, не ажарын, бұлда бол болмаса бір пәле салып, қорғатып, әйтеуір бірін-бірін алдан аман іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Өте керемет. Бұндай ұзақ сөзді қалай жаттадың? Қанша уақыт жаттадың? Әлде оңай жаттай аласың ба? Оңай жаттай аламын. Енді біз артын суытпай, сенің жаңа әншілік өнерінде бір ұнататын керемет әніңді бізге айтып берсең. Әже туралы өлең білемін. Мейірім мен гүлім деп, еркелеткен күнім деп, аяулы әжетайым, барын маған арнайтын, жаны салып қорғайтын, аяулы әжетайым. Өзіңізден аумаймын, ізіңізден жалғаймын, жүзіңізден аумаймын, бәрін арнаймын. Әже, еркелейін сізге, жаз күз көктем сізде, жыр бағымызда. Әже, бақыт сыйлап бізге,
жете берші жүзге шын бағымыздан. Күшті. Молодец. Амина, даусың өте керемет екен, ұнады. Күшті. Енді сенің мінез құлқыңа жайлы көшсек, өзіңнің бойыңдағы жақсы қасиеттерін айтып берші. Қандай жақсы қасиеттерің бар? Мінезім кішкене қаттырау, ақылдым, жақсы қызбын, жаман тірліктерім де бар. Жаман тірліктерің, енді бізге өзің жаман қасиеттеріңді айтып берсең. Болады ғой, бір көп ұйықтау, еріншектік деген сияқты. Сенің жаман қасиеттерің қандай? Емшектік. Емшектік бар. Тіл істемей қоямыз, кейде мама көңілсізбей қоямыз, тағы? Көп ұйықтаймын. Қойшы, сен көп ұйықтайсың ба? Тағы? Тағы қандай жаман қасиетің бар? Сол ғана. Ой, молодец. Екі жаман қасиетіңіз бар екен, Кітап оқуды жақсы көресің ба? Түнде ертегі тыңдап, или бір кітап оқу, ертегілер ұнайды маған. Соңғы оқыған кітабың қандай болды? Ертегілер немесе Аю мен түлкі туралы. Аю мен түлкі жайлы ертегі. Сенен кейін 4 бауырың бар, Бауырларыңа қалай қатал емессің ба? Жоқ, жақсымын. Ертегі оқып бересің, Өте керемет. Енді бір басыңнан өткен қызықты оқиға болады. Сабақтың үстінде немесе бір ойнап жатып, достарың арасында қандай бір есте қаларлықтай қызықты оқиға болды? Балалармен маған балалармен ойнаған қатты ұнайды. Балалармен оқыған, ертегілер айтқан. Қазіргі балалар андай лаймен, топырақпен ойнау деген жоқ шығар, или ойнайсыңдар ма? Ондай ойнамайсыңдар ма? Бізде бұрында лаймен кәдімгідей топырақпен, сосын жапырақты ақша қылып ойнайтынбыз. Ондай жоқ. Мүлде? Доппен ойнайсыңдар ма көшеге шығып? Иә. Қандай ойындар ойнайсыңдар? Волейбол ойнаймыз, баскетбол, кругловка ойнаймыз. Кругловка. Мен күткен жауап. Сосын ортаға түспе. Қазан деген ойын бар, Иә. Бар ма, сендер әлі ойнайсыңдар ма? Иә. Сосын ана кафронды кесіп, мамаларыңыз кафрон ұрлап кетіп, біз ойнайтынбыз. Сендерде бар ма ондай? Жоқ. Кафронмен бір ойын ойнайтын едік. Аты есіме түспей тұр. Ол мүлде жоқ, Главник, кругловка мен қазан бар. Легенда ойындар бұл екі ойын. Біз кезінде кішкентай кезімізде ойнайтынбыз ойындар. Картошка ойыны бар. Картошка? Ортаға. Иә. Ол ойынды да ойнайтынбыз біз. Көбінесе бірақ телефон қарап үйде отқаннан сол дұрыс, көшеге шығып ойнаған. Жалпы әлеуметтік желілерге қалай? Өзің кіресің бе? Иә, кіремін. Кіремін. Ұнайды, Әлеуметтік желіден не аласың? Не пайда аласың? Тек уақыт өткізесің бе, әлде өзіңе бір керекті білім, ақпарат? Білім, ақпарат. Жақсы оқысам болды. Әлеуметтік желі арқылы, мультфильмдер арқылы көп адамдар ағылшын тілін жаттап алады. Сенде ондай болды ма? Болды. Ағылшын. Олимпиадаға бардым. Ағылшын тілінен, Бізге ағылшын тілінен бір сөз айтып берші. Қандай сөздер білесің? My favorite food, rice. Енді аудармасын? Менің сүйікті тағамым күріш. May I come in? May I come in? Рұқсат па? Деген сөздер, Молодец. 9 жасында ағылшын тілін үйренудің өзі үлкен жетістік. Мен де ағылшын тілін жақсы білемін. Мен де оқығам жақсы. Енді пәндердің арасында ең сүйікті пәнің қандай? Қазақ тілі. Қазақ тілі. Қазақ тілінен де жаңа Роза деген апайым береді. 4 сыныпқа дейін сол бір апай шығар, әлі де? Өте керемет. Роза апай. Енді қазақ тілі, әдебиет деген жоқ шығар сендерде? Бар ма әдебиет? 4-ші класста? Иә. Қойш? Иә, әдебиет. Күшті. 4-ші класста әдебиет болса, бізде 5-ші сыныптан басталған. Тағы ағылшын да бар,
Амина, жалпы бос уақытында немен айналысқанды жақсы көресің? Бос уақытта бауырларыммен ойнағанды жақсы көремін. Үй жұмысын орындағанды жақсы көремін. Жас кішкентай сүйкімді Аминаның бір күндік өмірі қалай өтеді? Таңертең тұрып, беті қолымды жуып, формамды киіп, сабаққа барып, сабақтан без алып қайтып, бауырларыммен ойын ойнаймын. Кешке қарата үй жұмысын орындаймын. Кішкене телефон көремін. Сосын ұйықтауға жатамын. Сенің ойыңша дос қандай болу керек? Дос адал дос болу керек, жан дос болу керек. Сөзінде тұратын болу керек. Сатпау керек, өтірік дос болмау керек. Енді дәл осы жерде достарыңа тілек айтып өтсең болады. Айша, Дария, Жаня, сендерге көп рахмет. Менің достарым болғандарың үшін, менің қасымда жүргендеріңіз үшін. Соларға мың алғыс. Өзің достарыңмен де уақытты қызықты өткізу үшін, мысалы, көңілді күн өткізу үшін, мысалы, не істер едің? Үйден бөлек, сыртқа шығып жүріп қайту деген сияқты. Сыртқа шығып, ойнап, жүріп қайтып, ауа жұтып. Енді бір әркімнің өзінің арманы болады ғой. Адаммен кездескісі келетін, әншілерден сұрап көрдік, кездескім келетін. Енді мынау өмірде қандай адаммен кездескің келеді? Қасым-Жомарт Тоқаевпен. Онымен жолықсаң не айтасың? Қолынан бір марапат алғым келеді. Мен де дәл солай боламын өскенде. Құдай қаласа арманыңа жет. Енді сенің анаң мен әкең жайлы сөз қозғасақ, сенің осылай жүруіңнің, дәл осы жерге келуің барлығы сол кісілердің арқасы, иә? Әкең не жұмыс жасайды? Әкем завод директоры. Анам болсам үй тірліктеріне сол жұмыс жасайды, үй тірліктерін. Бізге қарайды, тамақ істейді. Бізбен кішкене ойнайды. Анаң енді алтын алқа иегері екен, иә? Көп өкпелі мама екен. Мамаларыңа көмектесетін шығарсыңдар күнделікті тірлікте, иә? Үшіншісі не? Үлкені қаншада? 7-ші сынып, 12-де. Ол қыз? Қыз. Одан кейінгі? Бала. Ағаң қатал емес па? Жоқ. Бүйтіп жүрме деп ұрыспай ма? Ұрсады. Ұрсады, иә? Неге ұрсады? Жігітпен сөйлеспе дейді. Қанша оқиды ағаң? 5. 5 оқиды. Жігітпен сөйлеспе дейді ма? Тағы не деп ұрсады? Боянсаң боянба деп ұрсады. Шашын жайма дейді. Шашын жайма деп айтты ма? 5-ші сыныптың балдары өсіп қалыпты. Уже запрет қояды екен, иә? Өте керемет. Ағаң мықты екен сенің. Енді бауырлардың барлығын бірдей жақсы көретін шығарсың, иә? Арасында ең тәттісі кім? Бәрі. Соңғысы тәтті болады, иә? Нешеде соңғысы? 1 жас 3 ай. 1 жас 3 ай. Ол қыз? Қыз ба? 5 қыз 2 ұл дедің, иә? Егерде сен жаңа президент болғың келеді дедің ғой, иә? Елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаев сияқты. Президент болсаң не істер едің? Давайте бірге армандап көрейікші. Президент болсаң не істейсің? Адамдарға көмектесемін. Продукты сынап беремін. Продукттың бағасын төмендетіп беремін де. Сосын дүкенге апарып, тәтті заттарын алып беремін. Енді бала қиял, бала арман дейді. Баланың арманы мен қиялына шек жоқ. Қараңыздар, қаншама миллион, 20 миллион, 21 миллион халықты дүкенге апарып тәтті алып беремін деп отқан пейіліңмен сенің өте керемет. Енді біздің Арысқа, мысалы, ертең өсесің, дамисың ғой, иә? Осы Арыста қалмайтын, қай қалаға барып оқуға түсесің? Қай қала саған ұнайды? Түркістан. Түркістан ұнайды ма? Қазірден ойланатын шығарсыңдар, өскенде мынандай боламын деп. Өскенде кім боласың? Дизайнер. Дизайнер? Біз сені подкастқа шақырған кезде қандай сезімде болдың? Осы күнді күттім. Шақырғанына қатты қуандым.
көңілді болып келдім. Қобалжығаным да бар. М, Жалпы біздің бағдарлама жайлы көріп жүрдің, иә? Шақырса екен деп жүріп пе едің, иә? Енді бізде сен осы жерге келгеніңе, біздің шақыртуды қабыл алғаныңа қуаныштымыз. Біздің мақсат осы сен сияқты кішкентай бүлдіршіндерді алдыға демеу, мотивация беру, осындай бір сұхбат алмасып, ойын пікірін біліп, кішкене жастарға қолдау. Сол дәл сол қолдау мақсатында шақырдық. Енді алдыға баса бер, бұдан кейін тоқтап қалма. Жалпы бұның өзі бір бақыт, иә? Бұның өзі бір бақыт. Ал бақыт дегенді сен не деп ойлайсың? бақыт деген ата-анам, отбасым аман болса, денсаулық жақсы болса, әр отбасы денсаулығы күшті болса, жақсы болса болды. Соның өзі бір бақыт дейсің, иә? Енді дәл осы алдыңызда тұрған микрофонға кішкене бір ізгі тілектеріңді айтып кетсең, достарыңа, сені көріп отқан көрермендерге қандай тілек айтасың? Әр отбасы бақытты болуға лайықты. Отбасының бәрі аман болса, ауырмасын. Сіздерге де мың алғыс. Өскенде сіздерді ұмытпай келемін. Рахмет көп. Енді сені тыңдап отқан балдарға кішкене бір мотивациялық сөз айтсаң. Мотивация деген не екенін білесің ғой, иә? Кішкене шабыт сыйлайтын қандай сөз айтқың келеді? Сенің де бір ойыңда бір мотивациялық сөз бар шығар. Өзіңмен жасы қатар құрдастарыңа қандай ақыл айтасың? Достарым, ата-аналарыңды тыңдап жүріңдер, ақылды болыңдар, жаман болмаңдар. Бауырларыңа қамқор болыңдар, аман болыңдар. Өте керемет. Мен бүгін подкастта түйгенім, біздің бұл көп кішкентай қыздың армандары тым жоғарыда екен. Құдай қаласа армандарына жетсін, және де тәрбиесі көрініп тұр. Әрбір сөзінде ата-ана и бауыр, достан бұрын ата-ана бауыр деген сөздерді өте көп естідім. Ата-анасын сондай құрметтейтін, бауырларын жақсы көретін, сондай бір ерекше, осындай бір жас кішкене бөпеміз біздің бүгін студияға қонақ болып келді. Ендеше сіздермен бірге болған жұлдыз болғым келеді бағдарламасының жүргізушісі мен Шалым Байназым, және де Темірхан Амина. Ендеше қош сау болыңыздар.